Еліміздің баспанасы жоқ тұрғындары халық санының 14%-ын құрайтыны белгілі. Солардың бірі қызылордалық Олжас Баймаханов қаладағы беделді кинорумдардың бірін жалға алып, тұрғын үй мәселесін осылай шешуді ұйғарған. Енді бір айдай болып қалды тұрып жатқаным осы жерде. Өзіме ұнайды. Жаңадан салынған бөлме екен. Бұрындары да клиент едім осы жердің. Қайтемін квартира снимать етіп, одан да осы жерде алып тұрмын осы кезде. Кофе новый аппараттар қойған жаңадан, кальяным бар, ішім пысса, PlayStation-нан киномды көрем. Жақсы өмір сүріп жатырмын осы жерде. Өзіме ұнап жатыр. Кей заттарымды әкеліп алдым. Енді амандық болса, кемшілік түсірсем ба деп жатырмын осы жерге. Алайда Royal Major әкімшілігі азаматтың бұл әрекетімен келіспейді. Яғни осы біздің Royal Major'да осы клиент біздің білмеймін бір ай болды осы жерде жатқаны. Біз қайтсаңызшы деп не жағдайда жасап жатырмыз, бірақ кеткісі келмейді бұл кісінің. Білмеймін енді не істейтініміз. Біз қазір заявление жаздық тиісті органдарға. Енді ары қарай шешімін қабылдайды деген үміттеміз. Өзіміз күтіп отырмыз соны. Енді сотқа беріп жатыр деп естідім я. Берсе берсін, не істейміз, соттасамыз. Мен главный өзім ақшамды төлеп тұрмын. Қолайлы бағаларда бәрі жақсы. Достарым да келген кезде жақсы, осы жерге келіп кино көріп әйтеуір. Қызым киноға барайық деп мазамды алмайды да, осы жерден киносын көрсетесің бірден. Ипотека төлеген Караоке Шыңғырғанова, Перовск телеканалы.